12 қыркүйекке арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып естіп отыру үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сол кезде сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып, комментарий қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқта, бүгін басқалармен тіл табысу әдеттегіден қиынырақ болады. Сізді бұрын жақсы түсінген адамдармен бірге сіз бірден ортақ тіл таба алмайсыз. Күрделі қақтығыстардан аулақ болуға тырысыңыз. Бұл кішкене жеңілдіктер жасауды қажет етуі мүмкін. Бірақ сіз өкінбейсіз, кейбір пайдалы сатып алып жасауға мүмкіндік болады. Кейбір топтылар көптен бері іздеген нәрселеріне қол жеткізеді. Түсте жаңа идеялар пайда болуы мүмкін. Оларға назар аударған жөн, жоспарларыңызды жүзеге асыру мүмкіндігі жақын арада пайда болады. Торпақ, маңызды нәрселерге бірден назар аудару мүмкін болмайды. Сіз кейбір шағын, бірақ шұғыл мәселелерге алаңдауға тура келеді, және айналаңыздағылар сіздің көмегіңізге жиі мұқтаж болады. Жұмыста бос әурешілік пен шатасушылық билейді, тек сіз тәртіпті қалпына келтіре аласыз, бәріне қалай әрекет ету керектігін түсіндіре аласыз, және тым толқып кеткендерді тыныштай аласыз. Күннің екінші жартысы өте жемті болады. Ол оқуға жарамды, бұрын қиын болып көрінгендерді түсінесіз. Сізді де, жақындарыңызды да мазалаған мәселелер таңқаларлықтай тез шешіледі. Егіздер, күннің басталуы өте нашар болуы мүмкін. Бұл кезде сізге өз ойыңызды жинақтау қиынға соғады, сонымен қатар алаңдаушылық пен алаңдаушылықтың себептері болады. Дегенмен оң үрдістердің әсері өте тез артады, сондықтан жақсы жаққа өзгерістер көп күттірмейді. Түстен кейін бизнесте көптеген қызықты мүмкіндіктер ашылады. Олардың ешқайсысын жіберіп алмауға тырысасыз. Соңғы уақытта қатты сағынған адамдарды көре аласыз. Бұрын шиеленіскен қарым-қатынастарды жақсартуға мүмкіндік туады. Шаян, бұл күн көптеген қиын мәселелерді шешуге қолайлы. Түйсік сізге мақсатқа жетудің ең қысқа жолын көрсетеді, және сіз оны міндетті түрде тыңдайсыз. Жаңа нәрсені үйренуге мүмкіндік болады. Жақында алынған ақпарат сіздің жұмысыңызға пайдалы болады. Алдын ала жоспарланған және соңғы сәтте шешілген сапарлар жақсы нәтиже береді. Бұл күн отбасы мүшелерімен қарым-қатынас жасау үшін де қолайлы болады. Келіспеушіліктер мен дауларға ешқандай себеп болмайды. Сіз барлығына маңызды нәрселермен тез келісесіз. Арыстан, жұмыс үшін тамаша күн. Бизнесте сіз табандылық танытасыз және соның арқасында бұрын мүмкін емес болып көрінген нәрсеге қол жеткізесіз. Бұрын сіздің пікіріңізге қызығушылық танытпаған адамдар бұл жолы оны тыңдап, сіздің дұрыс екеніңізді мойындайды. Бұрын сіздің жолыңызда тұрғандар шегінуді немесе тіпті ынтымақтастықты ұсынуды жөн көреді. Сіз үлкен сатып алулар жасай аласыз, жақын адамдарыңызбен бірге қолданатын заттарды сатып ала аласыз. Күтпеген жерден ақша түсімдері және пайдалы сыйлықтар болуы мүмкін. Бикеш. Мақсаттарыңызға жету үшін көп жұмыс істеуге тура келеді. Бірақ сіз табанды боласыз, кедергілер алдында қайтпайсыз, міндетті түрде мақсатыңызға жетесіз. Жұлдыздар құрылысқа немесе жылжымайтын мүлікке қатысты мәселелермен айналысатын, отбасылық бюджетті жоспарлауға назар аударатын, ірі сатып алулар туралы ойлайтын бикештерге ерекше қолдау көрсетеді. Басқалармен тіл табысу оңай болады. Түйсік әдетте қарым-қатынас жасауды қаламайтын адамдарға көзқарас табуға көмектеседі. Бұрынғы достар керемет жаңалықтар мен бөліседі немесе қызықты нәрсе ұсынады. Таразы, жаңа бастамалар үшін тамаша күн. Қандай да бір қиындықтар бола ма? Мүмкін олар сізді кері қайтара ма? Әрине жоқ. Бастаманы дер кезінде қолға алып, дұрыс одақтастарды таңдай білудің арқасында көп нәрсеге қол жеткізесіз. Көптеген таразылар да бұрыннан жинақталған тәжірибенің пайдасын көреді. Айналаңыздағы адамдар сізбен барлық мәселеде келіспейді, сондықтан бүгін келіспеушілік пен дау-дамайдан құтылу екіталай. Дегенмен сіз сабырлы және достық қарым-қатынаста боласыз және бәріне ұнайтын шешімдерді тез табасыз. Сондықтан жақын арада қарым-қатынастағы үйлесімділік қалпына келеді. Саршаян, жоспарға сәйкес әрекет ете алуыңыз екіталай, сондықтан импровизацияға дайын болыңыз және жаңа нәрсе ойлап табыңыз. Бүгінгі ойларыңыздың бәрі сәтті бола бермейді. Бірақ сіз өзіңіздің интуицияңызды тыңдайсыз және анық үмітсіз жоспарларды жүзеге асыруға уақыт пен күш жұмсамайсыз. Ескі таныстармен кездесу жақсы болады. Сіз олардан міндетті түрде жаңа нәрсе үйренесіз.
Кеш отбасылық іс-шараға қолайлы. Сіз туыстарыңызбен оңай ортақ тіл табасыз, барлық ескі келіспеушіліктер мен наразылықтар ұмытылады. Мерген бұл күнді шынымен маңызды істерге арнаған жөн. Бүгін жұлдыздар сіз тарапта болады, олардың қолдауымен табысқа тез жетесіз. Ақшалай қаражаттың түсуі ықтимал. Сәтті мәмілелер жасау мүмкіндігі болады, олар көп ұзамай пайда келеді. Бұл күн кездесулер мен танысуларға қолайлы. Сіз әртүрлі адамдармен оңай тіл табыса аласыз, тіпті бұрын өте жағымсыз болған адамдармен де. Романтикалық қызығушылық болуы мүмкін. Жаңа қарым-қатынастар тез дамиды, және сіз бұған қуанасыз. Тәуешкі күн өте шаршағыш болуы мүмкін. Сіз күткеннен де көп істер болады, ал кейбір козерогтар басқа адамдардың қателіктерін түзетуге, немесе басқа адамдардың кінәсінен туындаған проблемаларды шешуге. Дегенмен сіз бәрін шеше аласыз. Сіз өзіңіз қабылдаған барлық нәрсені байыппен қабылдайсыз, сондықтан сіз тіпті болмашы қателіктерге жол бермейсіз. Сіз қаржылық мәселелерді шеше аласыз. Интуиция сізге осы жерде көмектеседі. Бұл күн мәмілелер мен сатып алулар үшін қолайлы. Таңдауыңызбен қателеспейсіз және ақшаңызды босқа жұмсамайсыз. Сапарлар жақсы болады, бірақ олар сіз күткеннен ұзағырақ уақыт алуы мүмкін. Су құйғыш күн жұмыс үшін қолайлы болады. Егер сіз табандылық танытсаңыз, сіз бизнесте нақты серпіліске қол жеткізесіз және ұзақ уақыт бойы нәтиже бермеген нәрсені жеңесіз. Бұл күні маңызды кездесулерге баратын, қоғамдық іс-шараларға қатысатын, конференцияларда немесе басқа кәсіби іс-шараларда сөз сөйлейтін су құйғышқа сәттілік серік болады. Ақшалай қаражаттың түсуі ықтимал. Олар өте ыңғайлы болады. Олар сізге ұзақ уақыт бойы ұнайтын нәрселерді сатып алуға мүмкіндік береді. Екінші жартысында шамадан тыс жүктеме мен стресстік жағдайлардан аулақ болған дұрыс. Біраз демалыңыз, сонда сіз бірден жақсы сезінесіз. Балықтар күн мазасыз болады, бірақ ол сізге елеулі қиындықтар әкелмейді. Шешім қабылдауға асықпау керек, әсіресе жұмысқа немесе кейбір қаржылық мәселелерге келгенде, сізге жағдайды түсіну және жақсы және жағымсыз жақтарын өлшеу үшін біраз уақыт қажет. Сіз әрқашан сенімді одақтастарыңызға да сене алмайсыз. Ең маңызды сәттерде сіз өз күшіңізге сенуіңіз керек. Бүгінгі күні жеке мәселелердің туындауы екіталай. Жақындарыңызбен ортақ тіл табу сізге қиын болмайды. Көбінесе сіз оларды жақсы түсінесіз, ал олар сізді түсінеді.